Іс-шара бірінші біз бастаймыз. Бүгін отандық әншілердің қанша келе екендігін біз анықтайтын боламыз. Ал қарны ашқан әншілерге мынау бауырсақты ұсынбақшымыз. Ал кеттік. Сен беліңді өлшеп көрейінші мен. Ойбай. Вижу я его. Менде қанша сантиметр екен айтамын. Мен ұяламын. Бүкіл Қазақстанға. Әрине мұхит салмағын тастады, сондықтан ештеңеден қорықпай тұр қазір. Не айтайын енді? 83 сантиметр. Қайдағы? Қанша? Измерять не умеет. Подождите, я измерю. 75 сантиметр. 75 сантиметр. Қыздар қанша болу керек? Алпыс, құдай қаласа боламын, тырысамын. Мына жерім 95. Енді мына жерім енді идеалға келмей тұр, кешірерсіз. Жоқ потужу. У меня 82. 31 телеарна үшін, бірінші айдар үшін Мақпал Исабекова. Айтпаймын. Белімді ма? Белді өлшейміз. Мен ана ұзындықты деп ойладым. Мен бойым кішкентай екенін айта кетейін, е? Көрімді. Мынау қанша? Қатты қысып тастадыңыз ғой? Ал жарайды. 69. Почти идеал. Кесіп тастаған жоқсың ба майында? Әрине жоқ. Кетірттім. Майларын кесіп тастадыңыздар ма, не істедіңіздер? Жоқ, бұл деген правильный питание бар ғой. Жоқ. Май жоқ қой бізде, артық ет жоқ қой. Майыңызды кесіп тастағыңыз келмей ма? Жоқ. Сондай қазір бәрі кестіріп жатыр екен. Дұрыс емес ондай емес. Мен кестіргім келіп жүр, қалай ойлайсыз? Болмайды. Майларын кестіріп жатыр ғой, оған қалай қарайсыз? Қорқам. Шоу бизнестің өкілдері майларын кесіп жатыр ғой бүгінде. Оған қалай қарайсыз? Алланың берген өзінің мүшесі, сондықтан ешқайсысын кесіп қиып қажет жоқ. Бір жасағанда қанша отжимание жасайсыз? Көп отжиматься ете алмаймын, может 5 рет. Дәл қазір қанша рет болмайды? Костюмын болмайды. қанша рет отжимание жасай аласың? Көп емес па? 30 шығар ең көп. Қазір қанша осы костюмде тұрып қанша жасай аласың дәл қазір? Костюмде тұрып кішкене ыңғайсыздау болады. Мен костюмді ұстап тұрайын. Мені көп болды ғой көрмегелі. Мен азып қалыппын ба? Иә, айтамыз. Серік Гамзазаде қазір бар өнерін көрсетеді. Шаршадың ба? Енді киіммен ыңғайсыз болған соң. Бауырсақ жейсің ба? Жоқ, рахмет. Сен ентігіп кеттің ғой, әнді қалай айтасың? Мен айтқан жөні бөлек қой. Қанша рет отжимание жасай аласың? Санамаппын, бірақ аз емес. Дәл қазір қанша жасай аласың? Дәл қазір жасамаймын, өйткені сахнаға дайындалу керек. Шаршап кетсем, сахнада дұрыс емес болады. Қанша рет отжимание жасай аласың? Жасаймын мен әжептеуір. Қазір қанша жасай аласың? Қазір ма? Қазір жасағым келіп тұрмын. Негізі. Енді көрсетші енді қанша жасай аласың? Сен қанша жасай аласың? Мен жасай алмаймын. Бірақ аздап азу керек сияқты, иә? Иә, азу керек екені рас, бірақ диета ұстаймын деген ой бар, бірақ әзірге ұстап жүрмін. Ну, сейчас кормить закончу ребеночка, и все будет у меня супер. Арықтағың келе ма? Әрине. Салмағың қанша қазір? Салмағым 95. Қанша болғың келеді? 85. Толып кетіпсіз сіз. Кішкене толып кеттім, иә. Тәтті жемеймін, ет жемеймін. Жарты жылдан көп болды, еттен бас тарттым, ет жемеймін. Қошқадан басқасын бәрін жеймін. Ит пен қошқадан, шошқадан басқа. Мен жегім келмейтін тамақ борщ. Борщты мүлдем ұнатпайсың. Бауырсақ жейсің ба? Иә. Мен өзім арнайы дайындап келіп едім. Бірінші айдардың атынан ауыз ти. Нені жемейсіз? Мен бүкіл құпиямды ашып атпайтын болдық қой. Бұл бауырсақты өзім үйде дайындап алып кеттім. Жейміз ба екеуміз? Жоқ, рахмет. Мен үйден тамақ жеп шықтым. Сондықтан қарным тоқ. Иісі қандай?
келісемін, есі тамаша. Бірақ мен қарным аш емес. Жемейсің ба? Мен жемеймін, рахмет. Ас болсын. Не знаю, потом доем сейчас. Шымкенттің жігіттері өздерінің фигурасын сақтап қалуға тырыспайды, иә? Неге тырыспайды? Құдай қаласа, азан деген ойдамын. Бауырсақ жейсің ба? Конечно. Дәмді ма? Өзің жасадың. Дәм деген. Мен бауырсақ дайындап келген, бауырсақ жейсің ба? Жоқ, рахмет. Неге? Мен диетадамын. Семіріп кетем деп қорқасың Семіріп ба? кетем деп қорқамын, иә. Алттан кейін жемейсің тамақ. Алттан кейін жемейміз строго. Бауырсақ жейсіз ба? Бауырсақ, конечно, жеймін. Ас болсын алыңыз. Рахмет. Мен бауырсақ алып келдім. Арнайы жейсің ба? Жоқ. Бұл деген жаңағы майлы тамақ және де нан ғой, болмайды. Ой, рахмет, мен бүгін тамақ ішкен жоқпын. Бүгін ұшақта бутерброд жеген таңертең. Содан бері тамақ жеуді ұмытып кеттім. Қазір есіме түсіп жатыр. Шолпан бауырсақ жемейді екен, бірақ біз бауырсақ жейміз. Витя, бауырсақ жейсің ба? 31-ші арнаның қызметкерлерінің барлығы бауырсақ жейді, ет жейді, фигурасын сақтамайды.